Намаздың 9 ұлы қасиеті. Намаз жаманшылықтан тыяды. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде: «Ей, Мұхаммед, саған уахи етілген кітапты оқып, намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды» делінген. Намаз Алла құзырында ең сүйікті амал. Ибн Аббастан жеткен хадисте: пайғамбарымыздан Алла құзырында ең сүйікті амал қайсы деп сұрадым. Ол уақытында оқылған намаз деді. Намаз күнәларды өшіреді. Хазіреті пайғамбарымыз сахабаларға: сендердің араларыңнан бір адамның есігінің алдында өзен ағып, ол сол өзенге күніне 5 рет шомылса, ол адамда кір қала ма? Деп сұрағанда сахабалар жоқ қалмайды деп жауап қайырады. Сонда Алла елшісі: судың кірді тазалайтындай 5 уақыт намазда күнәларды тазалайды деп мұсылмандарды сүйіншілеген. Басқа бір хадисте былай дейді: 5 уақыт намаз жұмадан жұмаға дейін, рамазаннан рамазанға дейін үлкен күнә жасамаған адамның кіші күнәлары кешіріледі. Намаз оқушы адамның екі дүниеде жүзі нұрлы болады. Пайғамбарымыз хадисте: кімде-кім 5 уақыт намазға мұқият болса, қиямет күні ол құтылады әрі намазы оған дәлел болады, және Алла оған бір нұр нәсіп етеді. Ал егер кімде-кім намазға салғырт қараса, оның нұрын алып қояды әрі дәлелі болмайды, және қияметте құтылу жоқ. Ол қиямет күні Перғауын, Қарун, Хаман, Абу ибн Халафпен бірге болады делінген. Алла алдында адамның дәрежесі өседі. Пайғамбарымыз: сәждені көбірек жаса, әр сәжде жасаған сайын Алла сенің дәрежеңді жоғарылатады және сенің күнәңді өшіреді деген. Пайғамбармен жәннатта бірге болады. Пайғамбарымыздың Рабиға ибн Асламиден жеткен хадисінде: пайғамбарымызбен түнеген едім, оның қажетіне жарап, дәрет суын әкеп бердім. Сосын ол маған: не сұрайсың деді. Мен сенімен жәннатта бірге болғым келеді дедім. Пайғамбарымыз көп сәжде қылумен, намаз оқумен өзіне жәрдем қыл деп өсиетін айтқан болатын. Намазға барған әр қадамына сауап жазылады. Пайғамбарымыз мүбарак хадисінде: кімде-кім үйінен тазаланып Алланың үйіне Раббысының парыздарын өтеу үшін жаяу шығатын болса, бір басқан қадамы күнәсін кешірсе, екінші басқан қадамы дәрежесін өсіреді деген. Мешітке барған сайын Алла тағала ол үшін жәннаттан жаңа жай дайындайды. Атақты хадис шәрифте: мешітке әр барған сайын намаз оқу үшін Алла тағала жәннатта құл үшін жаңа жай, қонақ үй дайындайды делінген. Жамағат намазының сауабы жалғыз оқыған намаздың сауабынан 27 есе көп. Пайғамбарымыз осы турасында: жамағатпен оқылған намаз жалғыз оқылған намаздан 27 саты жоғары деп жамағат намазының артықшылығын айтып кеткен. Мешітке ерте барудың сауабы. Пайғамбарымыз өзінің үмбетін мешітке ертерек шығуға шақырған. Мысалға, Абу Хурайрадан келген хадисте пайғамбарымыз: егер адамдар азан айту мен бірінші сапта намаз оқудың сауабын білсе, сол сауапқа жету үшін таласты тек жеребе тастаумен ғана шешуге болатын болса, жеребе тастар еді. Егер мешітке ерте барудың сауабын білсе, онда оған жету үшін жарысар еді. Әрі егер құптан мен таң намазында қандай сауаптың бар екенін білген болса, онда оған еңбектеп болса да келер еді деген.